Фармацевтикалық өнімдердің тізбегін басқару және бақылау. Фармацевтикалық өнімдердің суық тізбегін басқару және бақылау ол қарапайым тілмен айтқанда суық тізбек дәрілік препараттардың әсіресе вакциналар, инсулин, биологиялық өнімдер сияқты температураға зейнетал дәрін өндірушіден бастап ауруханаға немесе дәріханаға дейінгі температуралық тәртіпте сақталу жүйесі болып келеді. Бұл жүйенің ең негізгі мақсаты дәрі сапасын, қауіпсіздігін және тиімділігін сақтау. Егер суық тізбек сақталмаса, дәрі өзінің әсерін жоғалтады және адам денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. Суық тізбек бұл дәрі-дәрмектің өмірлік жолдағы барлық кезеңдерінде өндіру, сақтау, тасымалдау, пайдалану кезінде температура тұрақты бақылауда ұстау процесі. Мысалы, вакциналарды алатын болсақ, 2 градустан 8 градус аралығында сақталу керек. Егер ол температура бұзылса, яғни вакцина тиімділігін жоғалтады. Адамға егілгенмен қорғаныс әсері болмайды бұндай жағдайда. Фармацевтика саласында суық тізбекті сақтау дәрінің сапасын қорғаудың ең маңызды бөлігі болып табылады. Дәрі зауытта өндіріледі. Бұл жерде арнайы температура бақыланатын бөлмелер мен тоңазытқыштар пайдаланылады. Препарат дайын болған соң бірден арнайы қаптамаға салынып таңбаланады. Онда мысалға айтқанда сақтау температурасы 2 градустан 8 градус аралығында деп жазылады. Өнім дайын болған соң ол фармацевтикалық қоймаларға жеткізіледі. Қоймада тоңазытқыш камералар, термоконтейнер, температуралық журналдар бар. Қызметкерлер әр күні температураны өлшеп арнайы журналға белгілейді. Дәрілер қоймадан аптека немесе ауруханаға арнайы тоңазытқыш көліктермен тасымалданады. Көліктер ішінде датчиктер мен логотиптер арқылы температура үнемі бақыланып отыруы керек. Бұл логер кейін тексерілгенде дәрі қанша уақытта қандай температурада болғаны көрсете алады. Дәрі аптекаға немесе ауруханаға келгенде бірден арнайы тоңазытқышқа орналастырылады. Оларды тоңазытқышты жиі ашып жабуға болмайды, себебі ішкі температура тез өзгереді. Суық тізбек дұрыс жұмыс істеуі үшін бір қатар талаптар орындалуы керек. Тоңазытқыш құралдары үнемі жұмыс істеуі керек. Электр жарығы өшкен жағдайда резервті қуат көзі немесе мұз аккумуляторы дайын тұруы керек. Температура бақылану құралдары ол термометр, логер, сенсор үздіксіз тексеріліп тұрады. Дәрілердің басқа өнімдермен бірге сақталуына болмайды. Әрбір дәрі дәріханаға немесе ауруханаларға жетпес бұрын арнайы тексерілістен өтеді. Бұл дәрілердің бәрі тексерілістен өткеннен кейін барып адам денсаулығына зиянсыз екенін білгеннен кейін бірақ адамға егіледі. Бұндай вакциналардың алдын алу керек. Егер суық тізбек ережесі сақталмай, тым қызған, қатып қалған немесе ескірген болса, ол адамның ағзасына пайда емес, керісінше зиян келтіреді. Бұндай жағдайларда адам ауру болса және оған сапасы бұзылған дәрі берілсе, дәрі ешқандай нәтиже бермейді, ауру жазылмайды, керісінше күшейіп кетуі мүмкін. Дәрі өз әсерін жоғалтқан соң адамның ауруы созылмалы түрге айналуы да мүмкін. Мысалы, инфекция толық емделмей қайта қозып кетеді. Адам денсаулығы ұзақ мерзімді зиян келтіреді. Температура дұрыс сақталмағанның өзі дәрінің ішіндегі заттар бұзылады. Соның салдарынан адамда жүрек айну, құсу, бас айналу, тері бөртпесі, тыныс алу қиындауы сияқты улану белгілері пайда болуы мүмкін. Вакцина дұрыс сақталмаса, ол иммунитет қалыптастырмайды. Адам егу алғанмен кейін ол сол ауруханаға қалдыруы мүмкін. Бұндай кезде суық тізбекті сақтаудың жауапкершілігі мол. Фармацевтика саласында жұмыс істейтін әрбір маман, мейлі ол қойма қызметкері, тасымалдаушы, не дәріхана қызметкері болсын, дәріде суық тізбекті сақтау үшін жауапты. Себебі бұл жай ғана ереже емес, бұл адам өмірін қорғап қалу міндеті. Дәрі дұрыс сақталмаса, оны ішкен адамға пайда емес, зиян келуі ықтимал.